Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алла тағала пенделерінің ізгі амалдар жасап, сауапты істерді атқаруда ерекше ықылас танытулар үшін кейбір айлар мен күндерді басқаларынан артық етті. Қасиетті Құранның Тәубе сүресі 36 аятында: расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан 4-еуі құрметті айлар. Міне осы беріктің. Бұл айларда өздеріне зұлымдық етпеңдер деп айтылған. Аятта құрметті айлар деп айтылған айлар 4-еу. Олар Зулқағда, Зулхижжа, Мұхаррам және Ережеп айлары. Осы құрметті айлардың үшіншісі Мұхаррам айы. Мұхаррам хижра жыл санағы бойынша ең бірінші ай. Бұл айдың артықшылығы турасында ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Рамазан айынан кейінгі ұстайтын оразаның ең абзалы Алланың айы Мұхаррамдағы ораза деген. Мұхаррам айының 10-шы жұлдызы Ашура күні деп аталады. Ашура араб тілінде 10 деген санды білдіретін ашара сөзінен шыққан. Мұсылман адам әрбір күнін жақсылық амалдармен өткізуге тырысуы қажет екендігі белгілі. Алайда Ашура күні мынадай амалдарды атқару мұстахаб деп танылады. Бірінші, ораза ұстау. Ашура күні ең басты амал ораза ұстау. Ғалымдарымыз Рамазан оразасы парыз болмай тұрғанда Ашура күні ораза ұстау уәжіп болғанын айтқан. Рамазан оразасы парыз етілгеннен кейін Ашура күнгі ораза сүннет болып қалды. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұл күн Ашура күні. Ол күні ораза ұстауды Алла тағала сендерге парыз етпеді. Бірақ менің аузым беріп, ораза ұстағысы келген ұстасын, ұстағысы келмеген ұстамасын деген. Ашура күні ұсталған оразаның сауабы жөнінде ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ашура күні ораза ұстау арқылы Алла тағала өткен жылдағы кіші күнәларды кешіруін үміт етемін деген. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тағы бір хадисінде: Ашура күні ораза ұстаңдар, Яһудилерге ұқсамау үшін алдында бір күн және кейін тағы бір күн тұтыңдар деген. Екінші, тәубе ету және истиғфар тілеу. Ашура күндері пенде бұрынғы жасаған күнәлі істер үшін жаратушы Алла тағаладан кешірім тілеп, тәубе етуі жөн саналады. Адам ата мен Хауа анамыз тыйым салынған жемістен жегеннен соң тәубе етеді. Алла тағала ол турасында қасиетті Құранның Бақара сүресі 37 аятында: сонда адам, оған Алланың сәлемі болсын, Раббысынан сөздер үйренді де жалбарынып тәубе етті. Раббы оның тәубесін қабыл етті, өйткені ол тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді деп айтқан. Ғалымдарымыз адам пайғамбардың, оған Алланың сәлемі болсын, тәубесінің қабыл болған күні осы Ашура күні екендігін айтқан. Ендеше біз де осы күні пендешілікпен біліп білмей істеген күнәларымыз үшін арнайы кешірім тілегеніміз жақсы амал саналады. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, егер парыз Рамазан айынан кейін ораза ұстасаң, онда Мұхаррам айының оразасын ұста. Солайда Алла бір топ адамның күнәларын кешірген, басқалардың да күнәларын кешіреді деген. Үшінші, мұқтаждарға садақа беру. Садақа сөзі Құран тілінде әс-сидқу, яғни шыншылдық сөзімен түбірлес. Өйткені садақа адамның иманының шынайылығын дәлелдейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде садақа дәлел деп айтуының себебі осыдан. Ал Ашура күні садақа берудің артықшылығы өте үлкен. Әмр ибн Ас, Алла оған разы болсын, Ашура күні ораза ұстаған 1 жыл бойы ораза ұстағанмен тең, осы күні садақа берген кісі 1 жыл садақа бергенмен тең болады деген. Төртінші, отбасы мүшелеріне қуаныш сыйлау. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім Ашура күні әйел отбасына кеңшілік жасаса, Алла оған жыл бойы кеңшілік жасайды деген. Кеңшілік жасау дегенде дәмді тойымды тамақ әзірлеу, сыйлық беру сияқты сауапты істер түсініледі. Ғалымдарымыз Ашура күнде отбасына кеңшілік жасауды мұстахаб амалға жатқызады. Суфиян ибн Уяйна, Алла оны мейіріміне бөлесін, біз бұл іске 50 жылдан бері амал етіп келеміз, әрі одан жақсылықтан өзгені көрмедік деген. Тағы бір сөзінде, ризық несібеміздің артқанын көрдік деп айтқан. Ашура күні ізгілік амал жасаудың сауабы артық болғандығы сияқты, бұл күндері тыйым етілген істі жасаудың да күнәсі ауыр. Алла тағала қасиетті Құранда бұл айларда өздеріне зұлымдық етпеңдер деп айтқан. Әсіресе 4 құрметті айларда күнәлі істерден сақ болуымызды бұйырды.
Себебі ол күні күнәлі істің күнәсі ауыр әрі ізгі амалдың да сауабы мол деген. Ендеше бізде Ашура күні Алла тағаланың берген нығметтеріне шүкірлік етіп, нәпіл ораза ұстап, қайырымдылық істер атқарып, шамамыз келгенше жақсылық амалдар жасап қалуға тырысайық. Алла тағала Мұхаррам айында Ашура күнінде жасаған құлшылықтарымызды, ізгі істерімізді, дұға тілектерімізді қабыл алғай.